Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздерге бүгін үй жағдайында сухой фруктының, яғни кептірілген алмұрттардың қалай жасау жолын және де қыста қалай сақтау керектігін сіздерге қазір көрсететін боламын. Осындай құп-құрғақ, ешқандай сусынданбаған, осындай құп-құрғақ болып шығатын сухой фруктының жасау жолын сіздерге көрсететін боламын. Ең алдымен менің каналыма тіркеліп, қоңырау батырмасын басуды ұмытпаңыздар. Міне дәл видеода көргендеріңіздей осындай құп-құрғақ, өте күшті болып шығады. Сақтауға өте ыңғайлы, қыста компот жасауға да өте ыңғайлы. Осындай әдемі болып шығады. Кетті. Ең алдымен үй жағдайында бізде осындай алмаларымызды, яғни мысалы балдар желінген алмалар болсын, осындай кішкене босаған алмалар болсын, солардан бәрін осылай жинап алып, дұрыстап жақсылап барлығын жуып аламыз ең алдымен. Содан кейін осыларды турайтын боламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай бұл бізде үйде бақшаның алмалары. Осы алмаларды осылай жіп-жіңішке етіп, дәл видеодағыдай жіңішке қылып турап шығатын боламыз. Себебі неге десеңіздер, қалың болып туралатын болса, бұлар кебуі қиын болады, және де ортасында қанша кепкенмен ортасында сусындап қалған шырындары қалғандықтан олар көктеп шіріп кетеді. Сондықтан жіп-жіңішке етіп турап шығатын боламыз. Яғни тез кеуіне және де қыста сақталуына өте оңай болады. Осылай шіріген жерлерін, барлығын жерін алып тастайтын боламыз. Осындай подносқа кесілген алмаларымызды барлығын жайып шығатын боламыз. Міне дәл видеодағыдай. Бір-бірінің үстіне мініп кетпеу керек, осылай барлығы осылай жеке дара жату керек. Достар, мен каналымда құрт жасау әдісінің және де басқа да керекті пайдалы үй жағдайына жасалу керек лайфхактар бар, көрсеңіздер болады. Міне достар, барлығын салып болдық. Осылай күннің астына бетін сеткімен жауып, осылай қойып қоятын боламыз. Бізде қазіргі таңда 35 градус температура болғандықтан бізде бір күнде кепті. Және де достар, қыста қалай сақтау керектігін айта кетейін. Осындай картонға осылай астын салфеткамен жайып осылай кептірсеңіздер болады. Ешқандай уайымдамай, қорықпай осылай кептіріңіздер. Осылай сақтауға болады. Себебі оның мөшекке салапанға салсаңыздар көктеп кетеді. Осындай коробкаға салғандарыңыз өте дұрыс болады. Бұнда ешқандай көктемейді. Мен осылай жыл сайын сақтап жүрмін. Жасап көріңіздер. Міне достар, осылай бізде кептірілген осылай алмаларымыз дайын болады. Рахмет.